Көк жуа кез келген тағамға қосымша керемет дәм береді. Оның құрамындағы пайдалы заттар мен дәрумендер жуашығына пияздың басына қарағанда көп. Көк жуа деп пияздың піспеген жасыл сабағын айтады. Бұл өсімдіктің емдік қасиеті халықтық медицинада кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, көк жуаны шаш өсіруде немесе бекітуде, косметологияда қолданады. Көк жуаның құнарлығы 100 граммда 19 килокалорияны құрайды. Оның құрамы 1,3 грамм ақуыздан, 0,0 грамм майдан және 4,6 грамм көмірсудан тұрады. Сонымен қатар, көк жуада А, В1, В2, В5, С дәрумендері бар. Сабақтың емдік қасиеттері калий, натрий, магний, кальций, темір, фосфор және цинктің болуына негізделген. Көк жуа суық тигеннен болатын аурулардың алдын алуға, ас қорыту жүйесін жақсартуға, тәбетті көтеруге көмектесіп, құрқұлаққа қарсы күреседі. Себебі көк жуаның сабағындағы С дәрумені апельсин мен алмадағыдан қарағанда көп. Оның құрамында хлорофилл болғандықтан темір тапшылықты анемия кезінде пайдалы. Көк жуада кальций мен фосфор бар болғандықтан тіс жағдайын жақсартады. Тіс қанауы азайып, тіс ауруларының ұлғаюына жол бермейді. Сабағында цинктің мөлшері мол болғандықтан әйел адамның репродуктивті жүйесіне, тырнаққа, шашқа және теріге жақсы әсер береді. Өсімдік жоғарыда айтылғандай, пайдасына қарамастан, оны қолдануда қарсы көрсеткіштер бар. Егер асқазан, ішектеріңіз ауырса, көк жуаны көп қолданбаған жөн. Көк жуаны көп мөлшерде жеу артериялық қысымды жоғарылатуы мүмкін. Бұл көк жуаны мүлде жемеу керек деген сөз емес, тек көп мөлшерде қолданбаңыз. Пайдалы заттар көк жуаның ақ сабағында және одан 10 сантиметрге дейінгі бөлігінде өте көп болады. Өсімдік ағзаға жақсы әсер ету үшін оны қолданар алдында аздап тұздап және оған өсімдік майын қосқан жөн. Көк жуаны сатып алар алдында оның қатты әрі ақ жуашығына мән беріңіз. Сабағының қою жасыл болғаны жақсы. Көк жуаның пішіні аса үлкен түрін алмаңыз. Оның сабағының ұшы құрғақ болмауы керек. Тоңазытқышта бөлек контейнерда жақсы сақталады, бірақ туралмаған күйінде. Егер оны тамырымен алсаңыз, тамырын ылғал дәкеге орап, жоғарғы жағын полиэтиленді пакетке салып қойыңыз.